Сәлем достар, Айкөркемнің арнасына қош келдіңіздер. Бүгін бізде жетімдер үйі бірінші бөлім басталмас бұрын лайк басып тіркеліп, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ендеше біз бастайық. Жүре ғой, қызым, жүре ғой. Мына жүре ғой. Қыздар, қызым, ал сенде бұл жерде сен жалғыз емессің. Сенің қасыңда әпкелерің бар. Иә, қыздар шақыр. Қыздар, бергендер тез. Біз шақырып атқан сияқты. Иә, кеттік онда, барайық онда. Иә, ато жүрер. Ау, ханым. Мына қыз жаңадан келген қыз. Түсінбейтін несі бар? Қыз, түсіндір наған. Бәрін түсіндіріп қой. Түсінің ба? Жазира. Ау, ханым. Түсіндіріп қой дедім ғой мен саған. Түсінбейсің ба не айтқанды? Түсінем ғой. Түсіндіремін. Іске кірісіңдер. Түсіндіріп қой. Біз кеттік. Түсінбедім. Сонда мен не түсінуім керек? Жүр. Невесімдердің көңіл-күйлері жоқ. Отыр, айтамыз. Сенің атың кім? Менің атым Іңкәр. Менің атым Жазира. Менің атым Аяулым. Сенің аты? Менің атым Ақерке. Менің атым Ақбота. Сонда мана түсіндір деген не? Оны айтуды ұмытып кетіппіз ғой. Біз қамаудамыз. Түрме сияқты. Түрмедеміз. Түсінбедім. Не үшін? Саған бәрі мен түсіндіріп берейінші. Түсіндірші. Біз түрмедеміз. Түсінбедім. Түрме? Не үшін? Тыныш ұрсады. Біз түрмедеміз. Себебі анау бізге ұрысқан ол Кәмшат ханым. Ал анау Марат мырза. Сен оны ханым мырза деп айтуың керек. Жарайды. Біз күнінде таңертең ерте тұрып, 6-та тұрып, тамағымызды ерте ішіп алып, тамақты дайындап, үстелге қойып кетеміз. Не үшін? Себебі ханым мен мырзалар бізге солай үйреткен. Таңертең тамақ пісіріп, үстелдің үстіне қойып кетеміз. Өзіміз сосын ақша сұраймыз. Не үшін? Сен әлі түсінген жоқсың ба? Түсіндім кішкене. Себебі бізден жетімдер үйінен алып кеткен. Бізді алдап, біз мына қыздарды көрді қараймыз деп. Сен де солай алып кетті ме? Иә.
Ой, жинағаннан кейін тамақ ішіп, тамақ пісіріп, үстелдің үстіне қойып, ұйықтаймыз. Жарайды. Тұрайық онда қыздар. Иә. Кім? Давай болды. Көңіл-күйлеріңді үзілмеңдер. Жарайды. Мен пол жуамын. Мен де пол жуамын. Мен даланы сыпырамын. Сонда бұяқта ешкім естімей ме? Көрмей ме? Жоқ, көрмейді бізді ешкім. Мына жерінде шарбақ салынып тұр. Бізді ешкім көрмейді. Біз еще біреуге бізді алып кетіңізші деп айтсақ, олар бізді тауып алып кетеді. Үйге барғасын өлтіріп сабайды. Қашып кетуді дегенді миыңнан алып таста. Біз қаштық, бірақ ол болған жоқ. Бізді ұстап алды. Иә. Сендер сонда аналарыңды көрдіңдер ме? Мен анамды көрген жоқпын. Мүлдем. Туылғаннан мені жетімдер үйіне алып кеткен. Ал мені $1 миллион сатып жіберген. Ал мені шешемізде көрген жоқпын. Анам туып, мусорға мені лақтырып жібергенін білдім. Ал мен де дәл сендей сендер түгі қиын екен. Менікі вообще ата-анамды түрімге дым да көрген жоқпын. Ата-анамды дым танымаймын. Ал менің ата-анам $40,000 сатып жіберген. Мен туылғаннан бастап сатып жүрген жасымды білмеймін вообще. Сен өте жаман ғой. Болды, жыламашы. Иә, сенің қасындамыз. Қыздар болды, жыламаңдар. Потом Камчатканым келіп қалып ұрсады. Мен су алайын. Жарайды. Лас су болса да жуу керек. Менде. Мен ішімен бірге істеймін. Ал қыздар, қыздар тест етеміз. Иә. Келін, тестейік. Суымды шашып берейін. Қыздар, тесте су тастайық. Иә. Тамақ пісіру керек. Жоқ, иә, тамақ пісіру керек. Түсінбедім. Вау, бірақ, наконец-то күшті тамақ жейміз ғой. Қыздар нақтырысындар алмай. Тиіспе оған. Тиіспе, иә. Тиіспе. Не үшін? Үшін ішпе деймін. Кел. Үшін қыздар. Қау кеп қалады ғой. Олар біздің тамақ емес, біздікі мынау. Түсіндім. Жақсы қыздар, онда тамақтарыңды алыңдар. Қыздарға тамақ жеп болып тез-тез тамағын беріп тастайық. Иә. Қосайық. Қыздар, енді келіңдер. Жеп алайық. Иә. Мені жүрген. Мен орта қалды. Ас болсын.
Рахмет, барлықтарыңа дос болсын. Енді сынай. Кеттік, бәріміз тамақ істейік. Кеттік. Сонымен холодильникте қыздар, мен лапшамен істеймін. Мен істеймін. Мен де бірден істеймін. Болды, кофелерін апарып берейік. Біз күтеміз. Тамақ пісірейік. Қайсы үстел? Мына жерден тым үстел көріп тұрға жоқ. Ол ана аяқта. Олар қайда? Мына бөлмеде тыныш. Біз айтып кетуіміз керек. Мен айтайын бе? Жоқ, мен айтам, сен бара бер. Жарайды. Олар қайда? Істеп тұрсыңдар мұнда. Камшат ханым, біз сіздерге тамақ дайындап қойып, ұсындамай деп шақырайын деп едік. Кешіріңіздер, өтініш. Туылай шағына бермеңдер. Шынмақ деп адамның аркетенді бөлмелеріне кезерек ұқтаңдар. 4-тен кетуің керексіңдер. Тез, қарама, бізге не қарап отырсың? Так. Төсекті салайық, қыздар. Менің төсегімді, менің төсегім демей сала беріңдер. Төсек бірде емес пе? Жақсы, мен аша жүрдейін. Таңертең алтыда тұруымыз керек. Қайырлы түн, қыздар. Қайырлы түн. Барлықтарыңа қайырлы түн. Достар, осымен біздің сериялымыз аяқталды. Сау болыңыздар.